қай жерде бір тыныштық бұзылса, ол жердегі адамдардың бәрінің тілеуі тыныштық болады ғой. Тыныштықтан басқаны тілемей қояды да. Одан кейін мынау рызық несібе. Аш болған адам не істейді? Осылай бір сұхбаттасып отырады дейсіз ба? Ол тамақтан басқа ешқандай қайғысы, дерті болмай қалады. Оның үстіне пайғамбарымыздың дұға жасаған таңғы уақытында дидарласып, бір жағынан сұхбаттасып, имандасу деген керемет нығмет қой. Қазақстандағы үммет бақытты ғой. Алла тағала не деген ұстаздарды шығарып жатыр да біздің елден. Не деген бұрын біздің аталарымыз естіп көрмеген сөздерді естіп жатыр, насихаттарды естіп жатыр. Соның енді қадіріне бару керек. Мынау Қазақстанның тыныштығына, тәуелсіздігіне зиян келтіретін сөздер мен істерден біз аулақ болуымыз керек қой. Біздің сөз Қазақстанның тәуелсіздігіне, тыныштығына зиян бермеу керек та. Біздің ісіміз елдің тәуелсіздігіне, тыныштығына зиян бермеу керек. Қазір өзі YouTube'қа қарайсың, Facebook'қа қарайсың, Instagram'ға қарайсың. Не деген ауыр-ауыр сөздерді айтатын адамдар көбейген да. Алла тағала сол нәрселерді елемесін. Бірақ сондай сөздер көбейе беретін болса, кесірі тимей қоймайды да. Пайғамбарымыз айтады ғой, кім Алла тағалаға ақыретке иман келтірсе, я жақсы сөз сөйлесін, я болмаса үндемесін дейді. Жақсы сөз сөйлеу керек, болмаса үндемеу керек. Жер бетінде кез келген елде бір жақсы нәрселер табуға болады да. Жаңалықтарда қарап отырсаң, Қазақстанда мүлдем жақсылық болмайтын сияқты да. Қазақстанда тек қана жамандықтар болып отқан сияқты да. Жаңалықтарға қарап отырсаң бар ғой. Бір керемет нәрселерде болып жатыр ғой, соны не істемейді, көп шығармайды соны. Үнемі бір жаман нәрсе болып отқан сияқты. Ана жерде біреу ананы үйтіп қойыпты, біреу мынаны бүйтіп қойыпты. Өңкей жаман жаңалықтар да. Елде болып отқан жақсы нәрселер көп қой. Соларды көрсету керек. Енді жақсы нәрселер, жаман нәрселердің де азаюын, түзелуін қалаймыз ғой. Бірақ оны жариялай беру, тек қана жаман нәрсе жариялай беру, бұл адамдардың да ертеңінен бір жақсылық күту деген бір үмітін азайтады да. Үмітін азайтады. Тек қана осылай жамандық бола беретін сияқты болады да. Жағымсыз нәрселерді естіп жүрген кезде осындай бір сұхбаттардың, имандасу дастархандарының көп болуы өте бір үлкен Алла тағаланың несі, нығметі. Бір елдің жақсы немесе жаман болуы сол елдегі отбасыларға тікелей байланысты екен. Өйткені мынандай бір сөз бар, отбасының жақсылығы елдің жақсылығына тікелей байланысты, жақсы болуына. Отбасының жамандығы елдің жаман болуына тікелей кесір деді. Оны қазақ не дейді? Отан отбасыдан басталады дейді. Бүкіл отбасылар бірігіп қой, бір отан болып отқанында, әрқайсымыздың отбасымыз, бір ойламайық та, мысалы, менің келіншегім бар, менің ұл қызым бар, болды. Осы келіншегіңізден, ұл қызыңыздан тұрған кішкентай отбасы Қазақстанға тікелей әсер етеді осы. Егер сол отбасы жақсы болса, Қазақстан жақсы болады. Егер ол отбасы жақсы болмаса, Қазақстан жақсы болмайды да. Сол үшін отбасыларға көңіл бөлу керек. Қазір бір әлемдік жаман бір не бар? Саясат. Бұл отбасы деген құндылықты бұзу. Отбасылық құндылықтарды бұзу. Ата-ана мен
ұл-қызының арасын бұзу, үлкен мен кішінің арасын бұзу. Бір екі егіз нәрсе бар дейді да, екі егіз нәрсе бар. Бұның біріншісі әке-шешеге жақсылық жасау, оны құрметтеу. Екінші бұның егізі, сыңары, бұл жетістік екен. Екеуі бір-бірінен ажырамайды екен бұл. Кім әке-шешесіне жақсылық қылады, жақсы мәміледе болады, құрметтейді, бұның егізіне бұған міндетті түрде бұндай перзентке келетін нәрсе, ол не екен? Жетістік екен. Ал кім әке-шешесіне жақсы мәміледе болмайды, құрмет көрсетпейді, бұл адамға жетістік келмейді екен де ешқашан. Екеу егіз бұл. Жетістік пен әке-шешеге не істеу? Жақсы мәміледе болу, жақсылық қылу. Қазір мынау көбінесе достарына көп көңіл бөледі. Ата-анасын не істеп қояды? Ұмытып қояды. Ата-анасына хабарласпағалы көп уақыт болып кетеді дегендей да. Кім жетістікке жетем десе, ол бірінші өзінің ата-анасына деген мәмілесін дұрыстау керек. Бұл өмірде әрбір перзент үшін бірінші кезекте өзінің әкесі, анасы тұру керек. Одан кейін барып басқа адамдар. Ал егер басқа адамдарды бірінші орынға қойып, өзінің ата-анасын былай сырып қоятын болса, ол адам бұл өмірде жетістікке жетуі мүмкін, бірақ уақытша. Мынау жұмамыздың Алла Тағала жұма күніне қандай бір жақсылықтарды жасырған болса, соның баршасын сіз бен бізге нәсіп қылсын. Ата-аналарымызды құрметтейтін, отбасыларымызға мән беретін сондай ер азаматтардан болуымыз нәсіп қылсын. Жаңадай сөзіміз бен ісіміз осы Қазақстанның, еліміздің тәуелсіздігіне, тыныштығына кесірін тигізіп жіберетін амалдардан үнемі ұзақ болуды нәсіп қылсын. Түркияда мешітке барсақ, мешітте қариялар бар, жастар аз. Біздің елде жастар көп. Бұл өте үлкен Құдай Тағаланың беріп қойғаны. О жақта кісілер айтады, уағызды дейді, насихатты мешітте айтады ғой. Жастарға ұрыспай айтыңыздар дейді. Ұрыспай. Қызықтырыңыздар оларды дейді. Кеп тұр ғой дейді алдарыңызға. Бізде де болған дейді кезінде. Жастар толып кеткен мешітімізге дейді. Бірақ біз сол кезде не істедік дейді? Көп ұрыстық дейді оларға. Енді себептері бар ғой басқа да, бірақ осындай бір себептері бар дейді. Біз көп олардың көңіліне тиетін сондай сөздерді көп айттық дейді. Үстеріндегі киіміне тиістік дейді. Үйтпейсіңдер, бүйтпейсіңдер деп ұрыстық дейді. Қазіргі жастарымыз андай, қазіргі жастар мындай. Көбінесе осындай уағыз насихат солай болып кетті дейді бізде. Айыптау. Кейінірек олар не істеді дейді? Мешіттен алыстай бастады дейді. Енді қайтадан мешітке кезіндегідей не істей алмай жатырмыз дейді. Шақыра алмай жатырмыз дейді. Адам бар ғой, негізі бізде бұл адамдардың жүрегіне, жастардың жүрегіне Алла оны салғанда, содан кейін ол кеп тұрды мешітке. Енді оны көркем сөздермен қызықтырып, бір жер дұрыс болмай қалса көріп тұрсаң да, жаңағыдай оны бәлкім дұрыстайтын кезде көпшіліктің алдында емес, жеке ма, әдемі түрде айту керек па жастарға да. Қазір өзі жастар сөз көтере алмайтын ба, солай болып кетті ғой өзі көбінесе. Сөз көтере алмай қала береді. Сосын жастың бір несі бар, жаңағыдай көкірегінде тұрған, мен бәрін білем, біз де білеміз дегендей да, бізге ақыл айта берме деген сияқты мәселе ғой.
Сол о жақта байқағанымыз, мешітте жастар аз. Үлкен кісілер көбірек, бізде жастар көбірек. Үлкен кісілер бізде не? Аздау. Енді, мысалы, біз имам болдық қой, енді осы жақта 10 жылда имам болдық. Басында бір-ақ ата бар еді. Кейін сол екінші атаны ертіп келді, үшінші, сөйтіп бірінші қатар түгел аталар отыратын болды. Сосын маған солай көріне ма, немесе солай шынымен солай ма? Мысалы, енді осындай дастархандарға шақырады ғой, сұхбаттарға шақырады, жамағаттар елге келген сайын. Сол кезде қарасаң, сол кісілерді жаңа ешкім жоқ қосылып атқан. Бәрін танисың, анан жүздерін бәрін танымағасын. Жаңадан қосылып атқан ешкім жоқ. Сосын мен айтам да, сіздер үнемі үйістіп жинала бересіздер ма? Жаңа ешкім болмайды ма, қосылмай ма? Мысалы, сіздердің танитын адамдарыңыз жоқ па? Мысалы, жұма намазға мүлдем келмейтін таныстарыңыз бар ма? Келмеген. Соларды жұма намазға ертіп келіп, парыз ғой енді ол. Мен мұсылманмын деген әрбір мұсылманның, дұрыс па? Одан кейін ораза ұстамайтын қанша таныстарымыз бар біздің. Соларды ораза ұстауға қарап насихаттау. Кезінде осы қатты күштеді осы. Осы соңғы кезде не істеп баратқан сияқты, әлсіреп баратқан. Қасымызда осы бір таныс бірнеше адаммен жүре береміз да. Біздің енді Қазақстанға, елімізге деген жаңағыдай сағынышымыз шығар. Шетелде жүрген кезде бүкіл нәрсе бізде әдемі сияқты болып сезіледі да. Бүйтіп қарайсың ғой, жоқ, бізде қайта күштірек. Біздің қазақтың қыздары қайта әдепті, ибалы дегендей да, мысалы. Біздің қазақтың жігіттері қайта жаңағыдай мықты, дегендей бүйтіп салыстырып жүресің да, үнемі Қазақстан мықты сияқты да, мен жеке өз басыма. Сосын бар ғой, отан сүйгіштік дейді ғой. Әкеңді жақсы көрген кезде сен оның кемшіліктеріне көз жұмып жібересің ғой, дұрыс па? Әке де адам ғой, ода да кемшілік болады, дұрыс па? Бірақ сен оны сондай жақсы көресің, кемшілігі көзіңе көрінбейді да. Анаңды жақсы көресің, анаң да пенде, оның да кемшілігі бар. Бірақ оны жақсы көрген кезде ешқандай бір кемшілігі ойыңа түспейді. Ағаңды жақсы көргенде, әпкеңді жақсы көргенде, іні қарындасың жақсы көрген кезде дегендей да. Қазақстанды да жақсы көрген кезде бізде Қазақстанның жақсы нәрселері, бізде кемшіліктерді көзге елетпеу керек та ол ше. Мысалы, бір адамдар болады осы жақта кездескен кезде, Қазақстан туралы сұрасаң, Қазақстан быт-шыт болып атқан сияқты да. Еш бұл елде жақсылық жоқ та болып атқан да. Тек қана сондай нәрселерді айтады да. Адам өзінің отанын жақсы көрген кезде, оны кемшілігімен қоса жақсы көреді. Мысалы, ауылға барасың, ана бір сөйлейтін бұлбұл ма, тордың ішіне қамап қойып, бүкіл суы алдында, жемі алдында, алтын тордың ішінде тұр. Анау бір сайрайды мекен десе, отаным, отаным дей береді деген ғой жаңағы ше. Алтын тордың ішінде тұр. Жемі алдында, суы алдында. Жағдай жақсалып қойған. Отаным, отаным дей береді екен да. Сосын бұрын қызық қылады ғой, бұл қандай екен бұның отаны. Деп анан несін алтын торды ашып, жібереді, артына түседі. Айдалада су жоқ анерде, жем жоқ. Айдалада шөл, түк жоқ жерде бір ағаштың үстінде екен ғой жаңағы ұясы да. Түсініңіз ба? Мысалы, ауылға барасың ғой. Мысалы, мен үшін өзімнің ауылымнан керемет ауыл жоқ. Оған біреу барса ше, қазір мені еріп барса, ой, мынауды ауылыма деу мүмкін. Түсініңіз ба? Сол жердегі адамдар қандай
керемет ауылдағы ше. Мысалы қанша барып жүрміз ғой, таудың етегіндегі ауылдарға барып жатырмыз, ана жақтағы. Бірақ бәрі өз ауылыңа жетпейді. Әр күнге солай ол. Түсінесіз ба? Анау Тақиялы періште деген кинода бір тауға қарап немен шығып бара жатып айтады ғой анау. Швейцария деп ше. Сөйтсе ана Тақиялы періште айтады, қайдағы Швейцария? Бұл Қазақстан деген дейді. Түсінесіз ба? Сол сияқты кемшіліктер дұрысталу керек, бірақ Қазақстанды кемшіліктерін елемей жақсы көру керек қой. Біреулер қазір мынандайлар шыққанда, маған ұнамайды Қазақстан. Мен ана жаққа кеткім келеді, мына жаққа кеткім келеді. Түсінесіз ба? Бұл жақсы нәрсе емес. Жақсы нәрсе емес. Бәрі ол ше, мейлі сөйтіп қазір ойлап жүрген шығар, барсыншы сол жаққа барып тұрсын, бәрібір түсінеді ол. Сол жақта жүргенде, Қазақстаным деп. Өйткені Түркия елінде біз сол жаққа көшіп барған қазақтар көріп жатырмыз ғой, қазір жайлап бер жаққа қарап қайтып жатыр. Неге? Бәрібір өзінің елі. Жастарды бұзу жағына кейбір күштер қатты кіріскен сияқты да, Түркияның ше. Ол ана айыптауға болмайды, сондай бір күштер кіріскен сияқты да. Түсінесіз ба? Мынау әсіресе құмар ойындар, мына бір жаман құмар әуестіктер, жаңағы осындай нәрселерге шетелдер кіріскен сияқты Түркияның жастарына да. Иә. Бірақ ол жақтағы бір көрген бір плюс деп айтамыз ба, қалай артықшылық, отандарын қатты жақсы көреді. Байрақтарын қатты жақсы көреді, өздерінің ту бар ғой. Түркияның байрағы десе кәдімгі өліп кете жаздайды. Түркия еліне тіл тигізсең сен өліп кете жаздайды жаңағыдай. Түрктердің Түркияға деген жаңағы отан сүйгіштіктері, сол үшін жанын пида ете салатындай жақсы көретіндіктері, осындай артықшылықтар, сосын бәрінің түрік тілінде сөйлеуі бір артықшылықтары да. Кейбір қазақша керек емес сияқты да, орыс. Бірінші өңкей қазақтар қазақшаны қолға алып алса, қалған ұлттар қазақшаны қолға алады ғой. Қазақтар қазақшаны қолға алмай, біздің елдегі өзге ұлттардың қазақ тіліне деген құрметі, оны үйренуге деген қызығуы бола қоймайды. Өзіміздің кейбір қазақтар орысша сөйлегенді бір не көреді? Бір керемет, бір артықшылық көреді да. Қазақша сөйлеп жүруді бір кемшілік сөйтіп қарайтындар да бар да. О жақтағы бір артықшылық барлығының не істеуі? Түрік тілінде сөйлеуі бүкіл елде. Сондай бір нәрселері бар. Біз туысқандық қарым-қатынас бізде мықты екен. Ол жаққа қарағанда туысқандық қарым-қатынас өте. Бір-біріне туысқандардың көп қонаққа баруы бізде мықтырақ екен. Ол жақта біраз ол жағы нелеу екен, әлсіздеу екен. Енді жаңағыдай ғой, кез келген елде плюстер бар, минустар бар. Бірақ бәрібір Қазақстан жақсылығы, артықшылығы олардан көбірек болып тұрады. Бәлкім ол біз сағынып жүргеннен кейін шығар. Қазақстан бар ғой, осы елде тұрып жатқан халыққа қазақтардан басқа негізі ешкімге керек емес қой. Бір шетелден біреу келіп Қазақстанды жақсы көріп бермейді да, біздің орнымызға да. Оны біз өзіміз жақсы көру керек. Топырағына дейін, суына дейін. Бір елдерге барсаң, жап-жасыл, бізде бәлкім жасыл шөпте шықпайтын жерлер бар шығар. Бірақ соның өзін анадан артық көріп, жақсы көріп тұру керек та. Бір мешіт салып отыр екен бір жігіт. Сонымен бір дұға қылып кетсеңіз деп шақырды, бардық. Сосын мен сізден бір нәрсе өтініш қылай дедім да, мешіт саласыз ғой ақыр деп. Сіз мұнарасымен салыңызшы дедім, мұнарасымен. Мұнара бар ғой.
бийик кылып мунарасымен салыңызчы дедим. Мешіттіңіз сәл кішкентайлау болса болсыншы, бірақ мұнарасы биік болсыншы деп та. Бізде мешіттердің көбісінде биік мұнара жоқ та. Анау азан шатыры бар ғой, сүйерге қойып қоя салған ана нені да? Колонкаларды. Сосын ол үйдің қасындағы домдарға бірдеңеге бар дауысы тіреледі да, ар жаққа кетпейді ол. Тұншығып қақ кетеді да. Биікте шықса, қасындағы тұрған үйлерден мұнара биік болса, дауыс ұзақ жақтарға кетеді да. Бізде негізі мешіт салып атқандар осы нәрсеге мән беру керек ше. Осы нәрсеге өте мән беру керек. Мұнараларды биік қылып, бір ең азы бір жаңағыдай 20 метрден аз қылмайды, биік. Мысалы, анау бір ұзын тұр ғой, мына бір не? Қанша метр анау? Сол сияқты биік қылып, жаңағы колонкаларды соның жоғарысына қоятын болса, азан жақсы жан-жаққа не істейді? Тарайды да. Шымкент қаласында 110-дай ма мешіт бар, иә, қазір. Біз оқуға кетіп атқанда бір 105-тен асатын енді. Онда 100 мешіт деп алайық. 100 мешіттің бәрінің мынандай мұнарасы болса. Иә, сосын бұлардан жаңа колонкалармен азан жан-жаққа тараса. Шымкенттің халқы үнемі азан естіп жүрсе, ол енді анау колонканың да бір өлшемдері болады, жаңа децибел дейді ғой. Содан асырмай-ақ қойсын, бірақ биіктен шыққаннан кейін ол бәрібір не істейді? Ұзаққа барады дауыстар, жан-жақтағы адамдар естиді. Сосын білесіздер, азан дауыс естілген жерден жаңағы шайтандар қашады дейді ғой. Пәлен жерге дейін деп айтады пайғамбарымыз Мәдина қаласында тұрып та. Ол бір нелерді 80 километрден ұзақ жерді айтқан екен пайғамбарымыз. Сондай жерге дейін қашады екен да, азанның дауысынан жаңағыдай не істеп рахатсызданып ше, шайтандар да. Сол үшін қалада 5 уақыт осылай азан биік мұнаралардан айқайлап тұратын болса, Шымкенттің бәрі азан естіп жүретін болса, е? Жан-жаққа қайтып келеді ғой енді. Қамат айтқанда қайтып келеді дейді ғой, мысалда. Қамат айтқанша қайтып кеп тұрады дейді. Қамат айтқанда дағы кетеді дейді, қашып та. Бұл азан деген өте, бұл тек қана бұл намазға шақыру емес, ол жерде көзге көрінбейтін рухани пайдалар өте көп та. Енді мысалы осы жерде жігіттер, ағаларымыз, Құдай қаласа, мен де бір мешіт салам деген ниеттен жүрген, сондай Алладан тілеп жүрген кісілер бар шығар, мен де бір Алланың үйін соғам деп та. Сол кезде осы бірінші кезекте мұнараны. Сосын бұл мешіт іздеген адамға да дереу тауып алуға ыңғайлы. Мешіт іздейсің мысалы да. Қаяқта мешіт бар екен, мұнара тұр. Мұнара тұр, дереу таба қоясың да. Сол мұнараларға өте мән беру керек. Ол Түркияда кез келген мешітті кішкентай болса да мұнарасы ұзын болады. Сосын кәдімгі біз тұратын қалада 900 ба мешіт бар. Мысалы 5 минут арасы. Мына мешіттен жүріп барсаң ана мешіт, жүріп барсаң мына мешіт. Осылай да. Өз халқы 1,5 миллионға жетпейді. Иә, бір 900-дей мешіті бар да. Бәрінде мұнара, қаланың шетіне шығып таудан қарасаң, мұнаралар көп та. Кәдімгідей. Тауға шығамыз ғой, таудан қарап тұрған кезде, азан уақыты болған кезде, бүкіл қала естіп атады да сонша. О жақта да бар азанға шағымданатын адамдар. Бар. Бізде де бір мешітте қызмет еткенде болатын. Сөйтіп, оларға да шеке барысты тырыстыра бермей, андай-мындай дей бермей, мәмілемен. Олармен де жақсы араласып, кейін сол шеке басы тырысып жүргендердің кейбіреулері мешітке келіп, мешіттің жамағаты болып кетті, намаз оқыды. Кейін біреулер шеке басы тырысып тұрса, мешітті жақтап тұратын болды деген дейді. Мысалы, құрбан айттық сыйлықтар тарату бар ғой бізде енді. Ораз айттың кезінде, сол үйлерге аралап, сондай бір нәрселер жасап қойса, ол да олардың жүректерінің жұмсаруына пайдасы көп та. Біз кітап аз оқитын болып кеткенбіз ғой. Кітап аз оқитын болғанбыз.
ислам діні қандай сөзбен басталған? Оқы деген сөзбен басталған. Ислам діні дейді да 23 жыл бойы екі сөздің арасында болған дейді да. Бірінші оқы деп түскен сөзбен басталып, ең соңында Алладан қорқыңдар деген сөзбен аяқталған дейді. Құран деген сөздің өзі кітап деген сөз екен ғой? Құран деген көп оқылған кітап, көп оқылатын кітап. Қара дейді ғой, оқу деген. Енді оқыған адамдар бар ғой. Құдайдан қорықпайтын болса, адамзатқа ең қас жау болатын осы адамдар. Кітап оқып жүрген, ол ғалым бола ма, басқа бола ма, бұларда Құдайдан қорқу деген болу керек. Қазақта бар ғой, Құдайдан қорықпағаннан қорық, мынау климатқа кері әсер беретін бірдеңені істеп жүресің. Ғалымсың бірақ. Оқыған адамдарда әсіресе Құдайдан қорқу деген нәрсе болу керек та. Біреулер бірдеңеге мәжбүрлесе де жоқ. Құдай адамнан қорықпаймын мен Құдайдан қорқамын. Мен адамдарға кесір тиетін нәрсені істей алмайды екем дегендей. Ана қазір біреулер шулап жүр ғой, мешітке барсаң, не мынау дейді да, 5 уақыт тоңқайып намаз оқи бересіңдер, не пайда одан? Ғылыммен айналыспайсыңдар сендер дей беретін адамдар бар. Дұрыс па? Негізі жамағат кітапты да оқу керек қой. Мысалы, айына бір кітап бітірсе, жылына 12 кітап бітіреді. 10 жылда 120 кітап бітіреді. Бұл кітап бітірген адам, кітап бітірмеген адам екеуі бірдей болмайды бұның. Аудио кітап болсын, тыңдау керек. Кеше Абай күні, кеше Абай күні меді. Сол нелерді 45 қара сөзді қайтадан бір тыңдап шықтым. Оны Абайды тыңдаған сайын қайтадан бір жаңа нәрселерді ойға түйесің ғой. Абайда. Сол үшін өткенде бір ағамыздан естіп қалдым. 1913 жылы Ахмет Байтұрсынов, кімнің? Ахмет Байтұрсынұлы Абайдың бір жазбаларын оқыған ғой. Танымайды екен сол кезде. Абай қайтыс болып кеткенге 9 жыл болған. Ахмет Байтұрсынұлы бір жазбаларын, өлеңдерін оқып отырып, риза болыпты ғой Абайға ше. Өз заманында ойлаймыз ғой, бәрі Абайды таниды. Ол олай емес екен ол кезде. Ахмет Байтұрсынұлы бүйтіп бір шетте отырған адам емес қой, халықтың арасында жүрген. Бірақ қайтыс болып кеткеннен кейін 10 жылдан кейін қолына алғанда жаңа жазбаларды, жаңа 9 жылдан кейін сөйтіп мынау не деген керемет сөздер деп риза болған екен да Абайдың өлеңдеріне ше. Мысалы, қазақтың бас ақын дегенді Ахмет Байтұрсын айтқан ғой ең алғаш. Абай қазақтың бас ақын деген алғаш рет айтқан ақын. Иә. Мына ғылым таппай мақтанба деген бар ғой. Соны ше, ана ұзақ өлең ғой. Бізде мектептің кезінде оны бір 2-3 шумағын ғана жаттататын да, оның ар жағында не деген керемет нәрселер бар екен да. Иә? Абайды оқитын болса, негізі жамағат кітап оқуды да қолға алу керек қой. Абайды Мұхтар Әуезов жазды. Мұхтар Әуезовті де көтеріп жіберді да Абай ше. Абайды негізі танытқан Мұхтар Омарханұлы Әуезов. Иә. Сен Құран оқысан, Құран сенің деңгейін көтереді дегендей. Иә. Қанша елге переводтап жіберді сол кітапты. Мысалы, Ежелімізде. Момышұлын танытады ғой кім? Александр Бек. Момышұлы арқылы өзі де танылады. Ондай бір Момышұлының Момышұлы туралы жазған еңбегі сияқты мықты еңбегі жоқ оның. Дәл сол сияқты. Момышұлын жазды, өзі де көтерілді. Момышұлыдан не істеді? Танытты да. Кітапты әсіресе Абайдың өлеңдерін, кітаптарын көп оқу керек Абай жолына, Абайға қатысты. Сосын Бауыржан Момышұлының әсіресе отан сүйгіштікке керемет қой енді. Мына Өзбекстанда
өмір сүрген Марғинани деген ғалым өмірден өткен. Сол кісінің естіген болсаңыздар, Хидая деген кітабы бар. Бұл ислам шариғаты, ислам құқығы, фих ғылымы ғой енді. Сол білесіз ба? Хидая 80 том жазған ғой соны негізі. Соны қысқартқан ғой кейін бұл Хидая қылып та. Ана 80 томы кифая болған да ол. 80 том болған, ойласаңшы. Біздің мұсылмандар кітапты қатты оқыған. Жазған кезде де қарсаңызшы, 80 том кітап жазу деген. Қырғызстанда да жерленген имам Сарақси деген бар. Ол да Мабсут деген кітабын тағы, ол жазбаған өзі. Бұл имам Сарақси деген жаңа сұлтанмен бір сөзге кеп қалады да, сөйтіп бұны зынданға қамайды 15 жылға. Сонда бұл шәкірттері келеді, ана зынданның түнде зынданның басына келеді екен да, жаңағы имам Сарақси соларға диктовать етеді екен ғой. Өзінде қолында кітап жоқ. Тек қана жатқа білген нәрсесін. Иә. Сол Мабсут деген кітапты 14 жыл диктовать еткен дейді. Түнде шәкірттер келеді екен зынданның басына. Бұл айтып тұрады екен. Өзі 200 мың беттік мағлұматты жатқа білген екен. Имам Сарақси. Сөз ба? 200 мың бетті жатқа біледі. Қараңыз. 14 жыл бойы Мабсут деген 30 томдық кітап. Соны шәкірттеріне диктовать еткен. Басындағы нәрсесін. Ол кісіге тек қана нан, су осы нәрселер берілген зынданда. 14 жыл бойы не істеген? Соны зынданның басына келген шәкірттеріне диктовать етіп отырғанда. Қараңыз. Мұсылмандар қалай жазатын кітапты, қалай оқитын да, мысалы. Біз қазір айтамыз ғой, уақыт онша жоқ деп, телефон шұқылап атқан уақыт ше. Бір сүңгіген кезде телефонға қанша сағат сүңгіп кетеміз? Бір сағат әшейін сүңгіп кетесің ғой, дұрыс па? Бір кіресің, бір қарсаң бір сағат өтіп кеткен ғой. Бір сәттей өтіп кеткен да, түсіңіз ба? Негізі, шынымен ниеттеніп кіріссе, кітап оқуға уақыт жетеді. Сосын Алла тағалаға дұға қыл керек. Раббым, менің уақытыма береке бер. Алла уақытқа береке беретін болса, ниет еткен бүкіл нәрсесіне уақыты жетеді оның. Хасан Басри деген ғалым болған, естіген шығарсыздар. Сол кісі айтады, мен сондай бір буынды көрдім дейді да, сондай бір нәсілді көрдім. Сендер алтын күмістеріңе қандай мән берсеңдер дейді, соны қандай қорғасаңдар, олар уақытына солай мән беретін, уақытын солай қорғайтын, сондай бір буынды көрдім, сондай бір нәсілді көрдім дейді да. Мысалы, бізде жастар уақыт жоқ десін, өтірік оның бәрі. Инстаграмда отырады, пәлен сағат. Тиктокта отырады, пәлен сағат. Ютубта отырады, пәлен сағат. Дұрыс па? Жаңағыдай бос нелер ғой, сылтау ғой. Сәл қазір ұялмайтын да болдық қой, бетімізде қызармайтын болды. Кәдімгідей уақыт жаңағыдай өтірікті қойып қала саламыз да, былай негізі былай қарасаңыз, кітап оқитындай уақытқа басқа нәрсемен, бір пайдасы жоқ нәрселермен не істеп жатырмыз? Айналысып кетіп жатырмыз. Сол үшін жаңа айттық қой, кітап оқудан мұсылмандардың алдына ешкім шыға алмау керек қой. Қоғам сияқты өмір сүріп кете берсең, соңы қоғамның бәрінің адамдарының өмірі бірдей болып қалады да. Өмір сүру де бірдей болып қалады, ар жаққа қайтуы да бір-біріне ұқсап кетеді. Кейде андай уақытты өзіне арнауға, отбасына арнауға, ата-анасына арнауға біраз нелеу болу керек. Жаңағыдай эгоист дейді ғой. Бүйтіп, ана жаққа кетіп қала саламыз, мына жаққа кетіп қала саламыз, тастап ше. Бірінші өзіңнің шаруаңды реттеу керек қой негізі. Одан кейін барып уақыт қалып жатса, қосымша шаруалар